Кейде біз тылсым құбылыстарды жиі көріп тұрамыз. Бұндай құбылыстар табиғатта да кездеседі екен. Бұл табиғаттың өзінің тылсым құбылыстары ма, әлде басқа нәрсе ме? Сәлем достар, бүгін мен сіздерге аспандағы тылсым құбылыстар жайлы айтамын. Қазақстанда пайда болған түсініксіз сақина. Бұл видео 2 минутқа созылған. Сол уақыттың ішінде түсініксіз сақина бөлшектерге бөлініп, анықтығын жоғалтады. Бұндай сақина Англияда да пайда болған. Анасымен теннис ойнап жүрген қыз сақинаны байқап, бірден видеоға түсіріп алады. Бұл үстіндегі қала 2015 жылы 7 қазанда Қытайда пайда болған. Біреулер бұны мираж деп атайды, ал басқалары бұны көксәуле бағдарламасының жобасы арқылы халықтың реакциясын тексеру үшін жасаған деп есептейді. Бұның не екенін сол күйі ешкім таппаған. Осыған ұқсас, бірақ қала орнына адамдар тұрған кезде болған. Бұл түсіндегі бірнеше адам кескінделген құбылыс Нью-Йоркта пайда болған және мыңдаған адамның зәресін ұшырған. Бұл түсіндегі адамдар құтты жердегі адамдарға қарап тұрған секілді. Мысалы, біз құмырсқаларға қараған секілді. Кейбіреулер бұларды параллельді әлемнің көрінісі деп есептейді екен. Иерусалимде 2016 жылы 1 қазанда болған тылсым құбылыс көпшілік жұртты таңғалдырған. Түсініксіз дыбысты естіген тұрғындар аспаннан домалақ жарықты байқаған. Бұл құбылыс белгілі бір діннің рәсімі кезінде пайда болған. Ал мына кадрлар ақштағы Горизонт қаласында түсірілген. Бұндағы түсініксіз объект өзге ғаламшарлықтардың кемесіне қатты ұқсас. Мифологтардың айтуынша олар бұл жерге портал арқылы келген. Горизонт қаласында өзге ғаламшарлықтардың бірнеше базасы бар екен. Сондықтан бұны түсіріп алғаны олар үшін ғажап емес. жылдың 9 желтоқсанда Норвегия тұрғындары аспандағы ерекше көріністің куәсі болған. Түсініксіз спираль тәріздес құбылыс тау үстінде пайда болған. Бұны көрген адамдар метеорит деп есептеген, бірақ бұл ақпаратты бірден жоққа шығарған. Себебі жарық жақындап келе жатқан нәрсеге ұқсамайды. Дәл осындай құбылыс Мексикада да қайталанған. Бұл түсініксіз бұлт Калифорнияның көгінде пайда болған. Түсініксіз бұлттың тығыздығы жақсы сақталып тұрған, біраздан соң жоғалып кеткен. Бұл тылсым бұлттардың қалай пайда болғаны дәлелденбеген, кейін бұны НЛО деп ойлаған. Бұл қорқынышты жарық Свердловскийде пайда болған. Басында аспанда жай ғана қызыл жарық жарқыраған. Синоптиктер бұл туралы пікір айта алмаған. Жергілікті тұрғындар бұны метеорит деп есептеген, бірақ жерге ешқандай метеорит құламаған. Метеорит болғанның өзінде де метеорит бұндай жарық шашпас еді. Это чё? Тише! Я это снимаю. Это чё? Слушайте. Бұл түстіндегі бұл жарықтар 2015 жылы ақштағы Гринвуд қаласында түсірілген. Бұны түсірген адамның айтуы бойынша велосипедте жүріп бара жатып кенеттен бұл түстіндегі белеп тұрған жарықты көріп, бірден видеоға түсіріп алған. Бұндай жағдайлар көп кездескен, бірақ ешкім оның сырын аша алмаған. Қоршаған ортадан шыққан түсініксіз дыбыстар. Бұндай дыбыстар 2016 жылы көп кездескен. Әлемдік діншілердің айтуы бойынша ақырзаман қайғылы дыбыспен аяқталады деген.
Бүгінге осы. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.